Баршаңызға сәлем, Айжанның асханасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен орама дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз. Ол үшін біз ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 200 грамм су қажет болады. Ұнымызға жұмыртқа, тұз, суымызды құйып, орташа қаттылықта қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды теңге 2 бөлікке бөлеміз де 2 зола жасаймыз. 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 300 грамм ет, 3 пиязды турап аламыз. Қара бұрыш, тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Таңған қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Жайлаған қамырымызға күнбағыс майын жағып аламыз. Күнбағыс майын тым аз жағуға болмайды, себебі қамыр тәтті болмайды. Сондықтан көбірек жағамыз күнбағыс майын. Күнбағыс майын жағып болғаннан кейін барлық жеріне жеткізіп салманы жайып аламыз. Бәрін жағып болды, енді қамырды теңге 2-ге бөлеміз де ораймыз. Манты қазанымыздың листін майлап аламыз да орамамызды саламыз. Енді манты қазанымызда 40 минут пісіріп аламыз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды.